Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі-бар арнасы. Бүгін сіздер тағы да өте қызықты және де қулықтарға толы сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Өздеріңіздің логикалық зейіндеріңіздің деңгейін байқап көріңіздер. Бәрі бар. Күн мен түн бірдей бір затқа бітеді, ол не? Жауабы Н әрпінен. Адам ағзасындағы ең үлкен орган. Жауабы тері. Тері де адам органына жатады. Ұзындығы, ені, тереңдігі, көлемі жоқ, бірақ өлшеуге болады. Ол не? Жауабы уақыт пен температура. Тәтеш Қытай мен Ресей елінің дәл шекарасының үстінде отырып жұмыртқа туды. Жұмыртқа қай елге тиесілі? Жауабы әтештер жұмыртқа тумайды. Жабық аквариумде 10 балық бар, олардың 5-еуі өліп қалды. Сонымен аквариумде неше балық қалды? Жауабы 10 балық, себебі өлген балықтар да сол аквариумде қалды. Көліктің ішінде отырған адам 3 есікті көріп тұр. Бірінші есік алтыннан жасалынған, екіншісі күміс, үшіншісі қола. Қай есікті бірінші ашу керек? Бірінші кезекте әрине көліктің есігін ашу керек. Елестетіп көріңіз, сіз акулалар қаптап жүрген суда тез қайықпен қалып қойдыңыз. Қайық тез батып жатыр. Сұрақ, бұл жағдайдан қалай құтыламыз?
Жауабы: ол үшін жай ғана елестетуді доғарамыз. Қандай жағдайда 4 үлкен адам, 6 бала, 2 ит, 1 қолшатырдың көмегімен су болмауға болады? Жауабы: жаңбыр жаумаған жағдайда. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.